18 мың ғаламның жұмбағы әлі толық ашылған жоқ. Адамзат құпиясын таппаған, байыбына бара алмаған дүние көп. Кейде жұмыр жер бетінде адам айтса сенгісіз оқиғалар болып жатады. Бірақ соның құпиясына ғалымдар жабыла үңілгенімен ештеңе таба алмайды. Көкейдегі сауалдар жауапсыз қалады. Соның бірі жер бетіндегі аномальды нүктелер. Ол неден пайда болады? Бұған әзірге жауап жоқ. Әлемнің өзге қиырын сөз етпес бұрын өз еліміздегі сондай аномальды нүкте жөнінде айта кеткен жөн. Мәселен, өткен ғасырдың 90-шы жылдардың соңына қарай Семей полигонынан ғарыш серігі арқылы түсірілген суретте сыры жұмбақ белгілер табылған. Ғалымдар таң қалғанын жасыра алмаса керек. Өйткені суретте полигон астында белгісіз аса ірі жәндіктің қозғалып жүргені байқалған. Бұл не? Көктен түсірілген жүздеген суреттерді салыстыра отырып, ғалымдар қозғалыстағы белгісіз дүниенің алып айдаһарға келетінін аңғарды. Ғалымдарды қызықтырғаны ұзындығы бірнеше шақырымға келетін алып жәндіктің біресе оңға, біресе солға жиі қозғалып тұруы. Бірақ әлемде ондай ірі айдаһардың болуы мүмкін бе? Әрине жоқ. Демек, бұл айдаһарға ұқсағанымен өзге дүние болуы мүмкін деген шешімге келген. Сонда ол не? Ақыры ұзақ зерттеудің нәтижесінде ғалымдар Семей полигонының астында аномальды кеңістік барын анықтады. Бір таңғаларлық жайт, қысты күні әлгі маңда қар баспайды екен. Тіпті жапалақтап жауған қардың өзі белгілі нүктеге жеткен соң еріп кетіп отырған. Ол жердегі топырақтың жылуы қысты күндері өзге жақта қатты аяз болып тұрғанның өзінде кем дегенде 10-15 градус жылылықты сақтайды екен. Ал жаз айларында аномальды өңірде көп өзгешелік біліне бермейтін көрінеді. Әрине, ғалымдар алғашында бұл ядролық сынақтардың радиацияның әсері болуы мүмкін дескен. Бірақ зерттеу барысында аномальды өңір сынақ болған жерден кем дегенде 10-15 шақырым алыс орналасқаны анықталған. Жалпы тосын құбылыс байқалған аймақтың ауқымы 20 шаршы шақырымды алып жатыр. Аймақтағы тосын жайт 1997 жылы белгілі болғанымен, әлі оның жұмбақ сыры шешілмеуде. Дегенмен Қазақстан және Ресей ғалымдары полигон астында болған аномальды кеңістікті сынақ алаңының астында ядролық жарылыстардың әсерінен бірнеше жарқыншақтар пайда болған. Бұл өз кезегінде жердің төменгі қыртысындағы жылуды сыртқа шығаруда. Қыста қардың еріп кетуі салдары содан деген шешімге келуде. Алайда бұл соңғы қорытынды емес. Әлі де ол аномальды өңірді кеңірек, тереңірек зерттеу қажет деседі ғалымдар. Дегенмен Ресей уфологтары бұл жат ғаламшарлықтардың ісі болуы мүмкін дегенді айтады. Өйткені мұндай аномальды кеңістіктер тек бұрынғы Семей полигонының маңынан ғана табылып отырған жоқ. Байқоңыр ғарыш айлағы және Сарышаған полигондарынан да байқалған. Тіпті бұл маңдар сыры беймәлім белгісіз ұшатын табақшалардың жиі торуылдайтын мекеніне айналып үлгерген деседі ресейлік уфологтар. Жалпы мұндай аномальды өңірлер әлемде жеткілікті. Бір қызығы, солардың бәрі ядролық сынақ жасайтын полигондардың маңына орналасқан. Бәлкім бұл өзге ғаламшарда өмір сүріп жатқан жат жұрттықтардың бақылау зертханалары ма екен? Кім білсін? Бәрі де мүмкін. Өйткені ондай аймақтар бар екені жалпылама айтылғанмен, ондай өңірлерде болып жатқан оқыс оқиғалар, тосын жайттарды құзырлы органдар қатаң құпия ұстауда. Неге? Ол жағы белгісіз. Демек, ол жерде белгілі бір сыр жатуы анық.